мақта қыз бен мысық ертегісін саған айтып берейін, е? Мақта қыз бен мысық дос болады. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз келмесең келме деп мейізі өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгем дейді. Мақта қыз, мен құйрығымды кесіп алам дейді. Мысық қатықты төгеді, мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Апа, құйрығымды берші дейді мысық. Мақта қыз, менің қатығымды төле. Сонда мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш жапырағыңды берші дейді. Мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеліп бер дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз алып кел дейді. Мысық дүкенге барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші айтады, маған жұмыртқа алып кел дейді. Мысық